Баршаңызға қайырлы күн, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамыры өте жұмсақ, ортасында сүзбелі салмасы бар сочниктердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментариялар жазып кетіңіздер. Ендеше жасауға кірісейік. Ыдысқа ұнды саламыз. Үстінен кубиктап туралған салқын сары майды салып, қолмен крошка жасап шығамыз. Яғни ұн мен майды бір қалыпты масса қылып жасау керек. Енді басқа ыдысқа сұйық массаны жасаймыз. Жұмыртқа, қант, қаймақ және тұз салып, венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымызға қопсытқыш салып, бір араластырып аламыз. Кейін сұйық массамызды құйып, жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Қамырды көп илесек, біздің сочниктеріміз қатты болып, көтерілмей қалады. Тек біркелкі болғанша илейміз. Дайын қамырды мен бірде кішкентай бөліктерге бөліп алдым. Шамамен орташа 12 дана сочниктер шығады. Үстелдің үстінде осылай домалатып, тайтілкенің үстіне салдым. Енді ыдыстың бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 30-40 минутқа салып қоямыз. Ал оған дейін сүзбелі салмасын дайындайық. Ыдысқа сүзбе, қант, қаймақ және жұмыртқаны ақуызын салып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Ал жұмыртқаның сарысы бізге сочниктердің бетіне жағуға керек болады. Сүзбелі салмамыз сұйық болып, пеште пісіріп жатқанда сыртқа шығып кетпеу үшін сүзбеге біраз ұн қосып араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Тоңазытқыштан қамырды шығарамыз. Үстелдің үстіне біраз ұн сеуіп, бір қамырды алып, біраз сопақша етіп ысамыз. Видеода көрсеткендей. Енді бір жақ шетіне сүзбелі салманы салып, екінші жағымен жабамыз. Міне осындай болып шығу керек. Сочниктерді табаға саламыз. Жұмыртқаның сарысына біраз сүт қосып араластырып, сочниктердің бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Сочниктеріміз дайын болды, толықтай пісіп шықты. Қалауларыңыз бойынша дайын сочниктердің бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте жұмсақ, үлпілдек болып піседі. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.